Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Бұл қазақ тілі сабағы. Это урок казахского языка. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мынау қоян. Тема сегодняшнего урока – это заяц. Балалар, тыңдаймыз және қайталаймыз. Ребята, слушайте, повторяйте. Мынау қоян. Это заяц. Қоян, балалар, жабайы аң. Сонымен біз бүгін сендермен жабайы аңдармен таныс боламыз. Заяц, ребята, дикое животное. Мы сегодня с вами познакомимся с дикими животными. Жаңа сөздермен таныс болайық, балалар. Познакомимся новыми словами. Тыңдаңдар және менімен бірге қайталаңдар. Аю, медведь, қоян, заяц, арыстан, лев. Жарайсыңдар, балалар. Піл, слон, қасқыр, волк, түлкі, лиса. Балалар, жаңа сөздерді жаттап алыңдар. Ребята, выучите новые слова. Балалар, келесі тапсырма тыңдаңдар және менімен бірге тағы да қайталаңдар. Аю, медведь, қоян, заяц, арыстан, лев, піл, слон, қасқыр, волк, түлкі, лиса. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, келесі тапсырма сәйкестендір. Жануарларды атайсыңдар да сәйкестендіресіңдер мына суреттермен. Ребята, называйте животных и соединяйте с соответствующими рисунками. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді қазақ тіліне тән дыбыстарды қайталайық. А теперь, ребята, повторим звуки казахского алфавита. О, Ü, Ü, Ң, Қ, Г, Х. Жарайсыңдар, балалар. Молодцы, ребята. Балалар, сендерге үйге тапсырма. Мына суретке қарай отырып, қоянның суретін салыңдар. Ребята, вам следующее задание. Посмотрите на рисунок и вот по образцу нарисуйте зайчика. И не забудьте отправить фото зайца. Жарайсыңдар, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. На этом наш урок окончен, ребята. До свидания.